Сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен қазір дәл қазір осылай көшіп қонып жүрген кезде менің YouTube каналым монетизацияға, яғни подать заявку кнопкасы жанды. 1 жыл дегенде 1000 подписчик, 4000 просмотрға жеттім. Құдай қаласа, сонымен ішімдегі қуанышпен сіздермен бөлісейін деп. Яғни көшіп қонып жатсақ та, мен осы подать заявка беруді кейінге қалдырғым келмеді, себебі уақыт алады, код келу керек. Ол кодты 1-2 айдай күтеміз. Сол үшін қазір мен сіздерге барлығын қалай подать заявку, вот это все прям көрсеткім келіп тұр. Міне менің каналым. Қазір настроить вид каналға кіреміз. Осы жерде монетизация бөлімшесі бар. И осы жерде қараңыздар. Доступны, только если выполнить дополнительные требования. На подать заявку кнопкасы басылмай тұрған еді, осыны басайық. С основными условиями. Я принимаю дейсіздеріне жерде ше. На төбесіне выполнено деп шақты, енді зарегистрируйтесь дейді, чтобы получить выплаты. Вы будете передан в сервис для YouTube. У вас есть аккаунт для YouTube. У меня нет аккаунта. Аккаунт Google, с которым вы хотите связать новый аккаунт. После его создания будете передан обратно на YouTube. Продолжится. AdSense дегенше, аны не ғой? Реклама бар ғой. Гуглда біз реклама береді ғой, ютубқа, гуглға реклама береді ғой. Сол реклама беру үшін компаниялар AdSense осындай несін не істеп алады. Соны айтып тұр, AdSense деп. Ондай аккаунт, мен енді реклама бермегенмін ғой ешқандай, сол үшін менде аккаунт жоқ та. Сол үшін нет аккаунта дейміз. Қазақстан. Каналдарыңыз американский YouTube болса да, Қазақстан дейсіздер мұнда. Егер сіздер Қазақстанда тұрып жатсаңыздар, яғни тұрып жатқан мемлекетті таңдайсыздар. Я принимаю. Строить аккаунт. Физическое лицо. Юридическое лицо деген компаниялар ғой. Енді қараңыздар, көрдіңіздер ме, мына жерді жақсылап толтыру керек. Біз қай жерде тұрамыз, индекс. Астананыкін жасамыз. Область. Астана, город. Астана. Первая строка адреса дейді. Так, адрестерім жаздым. Мына жақта адрес дегенде первая строка адреса сіздер қай жерде тұрып жатырсыздар, соны жазасыздар. А вторая строкаға где вы прописаны. Солай жазасыз. Мен солай түсіндім енді. Чтобы прописканысында, анаусында тексерген кезде дұрыс болып шығатындай ше. Сол үшін осылай жасадым. Мен қазір қайталап айтып өтіп кетейін, бағана регистрация жасаған кезде Google AdSense шықты ғой.
көптеген компаниялар осы AdSense арқылы Googleға, YouTubeға реклама береді. Яғни AdSense приложениесі арқылы. Енді біздің қазір YouTube'ымыз сол Google AdSense'пен автоматически связаться етіп аккаунт құрады. Ол 1-2 күн уақыт алады деді ол. Бұрында негізінде Қазпоштаға не келетін. Осы біздің тұрып жатқан жеріміз бар ғой, соған байланысты жақын жерге Қазпоштаға почта келетін. Сол почтада код болатын. Яғни бұрында сондай еді, қазір енді білмеймін қалай болатынын көрсетемін сіздерге. Сол кодты жасаймыз, одан кейін барып монетизацияға уже қосылады. Яғни ол бірақ 1 айдай уақыт алады ол кодты алу үшін. Сол үшін енді күтеміз. Қараңыздар, енді мен не айтқым келіп отыр. Мен сіздерге барлығын ашық көрсеттім, қалай подключать ету керек, иә. Яғни мен барлығын ашық көрсетемін. Тек қана менің каналымда осылай анық көрсетілетін видеоларды таба аласыздар. Басқа ешқандай каналда жоқ. Мен басқа каналдарды да зерттеймін ғой, қараймын. Ешқайсысы бұлай ашықтан ашық көрсетпейді. Сол үшін менің каналыма жазылып кетіңіздер. Яғни мен себебін айтып жатырмын, не үшін жазылып кетулеріңіз керек. Каналыма жазылып, лайк басып, комментарияға жазып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, тоже мен міндетті түрде жауап беремін. Және де мен төменде Instagram парақшама сілтеме қалдырып кетемін. Инстаграмыма кіріңіздер, себебі Инстаграм арқылы мені таба аласыздар, себебі менің жабық телеграм каналым бар. Ол жерде жасанды интеллект бар. Яғни тура осы видеоны қалай жасау керек, видео сабағым бар. Толығымен детально тура осылай көрсетілген. Не істеу керек, қалай істеу керек. Және де бұл абсолютно тегін жасанды интеллект. Яғни ешқандай жасанды интеллектті сіздер сатып алмайсыздар. Толығымен тегін жасап, тегін YouTube каналына сала берсеңіздер болады. Представляете, что? Яғни бұрын жасанды интеллекттер платный еді, да, и оны каждый раз ай сайын сатып алып отыру қиын еді. Жарты жолда всегда тастап кете саламыз. Ал қазір тегін болғаннан кейін сіздер түгелімен өзіңіздің персонажыңызды ойлап тауып, түгелімен сол персонаж туралы канал ашып, яғни өзіңіздің персонажыңызды хит трендке айналдырсаңыздар болады. Лабубу деген сияқты, Накуроми деген сияқты, например. Сол үшін мен сіздерге өте қатты кеңес беремін. Прям өте пайдалы менің телеграм каналым. Тура осындай видеоларды жасап, яғни 2-3 айда монетизацияға шығып кетулеріңіз мүмкін. 100%. Егер сіздер күнделікті видео жасап салып отырсаңыздар. Отвечаю. Сол үшін қатты сіздерден сұраймын, не істерлеріңізді білмей жатсаңыздар, ютубты қалай ашамын, не істеймін, қандай ниша, көбісі осы нишада тоқтап қалады ғой. Сол үшін дәл қазір осындай видеоларды жасап бастаңыздар. Бұндай видеолар жасайтын 3-ақ канал бар. Мен тоже қарадым, 3-ақ канал бар. И 3 каналда осы 2 ай бұрын ғана ашылған. Кажется, бір ғана не аудим. Владельцы, авторлары бір адам деймін. И 3-ақ канал бар, и 3-де 2-3 айда уже прям монетизацияға қосылып кеткен. Сол үшін міндетті түрде Инстаграм парақшама өтіп, жабық телеграм каналымды сатып алыңыздар. 1900 теңге. 1900. Яғни 1900 теңгеге соншама информация аласыздар. Сонымен іске сәт.